бастаған кезде блогер деген ұғым да жоқ. Вообще блогер дейтін адам жоқ. Мен бастаған кезде вайнерлер болды. Вайн түсіреді чисто. Онда да 4-5 адам болды да. Жеке өзі блогер болған, айқайлап тұрған ешкім болған жоқ мен бастаған уақытта. Мен жалпы негізі көбісі енді соңғы бір 2 жылдықта білесіздер ғой мені блогер есебінде. Атак мен негізі Инстаграмды жүргізіп бастағаныма 7 жыл болды. 7 жыл бұрын мен бастадым Инстаграмды. Ол кезде блогер ештеңе жоқ. И сондай момент болып кетті. Мен андай өз-өзіммен зат түсіре беремін, видео түсіре беремін, аннан келіп жатыр, мыннан келіп жатыр да. И сосын біреулер айтады да, ойбай сен қалауымға бардың, сол қалауымнан жиналды да атасының басы арқаңды қасы үшін бір сөз айтқанда. Осыған жауап берейінші. Қалауымға барған кезде мен өзімде 1000 подписчик болды. Реально 1500 подписчик болды. Ол кезде қалауым деп аталады я. 1500 подписчик болды. Қалауымға барғаннан кейін 5000-ға көтерілді болды. 5000-ден әрі қарай асқан жоқ. Онда да 3 рет шықтым. Сосын үшіншісінде көке айқайлап, енді шығатын болсаң, оқуыңды ауыстыртам, ақтауға қайтасың деп шықпай қалдым содан кейін. Бітті. Қатысушы боласың ба деп ұсынса да мен отказ бердім, себебі әке-шешең рұқсат болмаса тоже болмайды екен, оказывается. И сонымен 5000 подписчикпен қалдым. Әрі қарай уже андай видео түсіріп жатырмын, фотосессия жасаймын өз-өзіме, жаңағыдай фотограф доспалдарым болды ол кезде мендегі Бақти, әлі күнге дейін қарайды мен деймін. Сол Бақти фотоға түсіріп береді, мен екеуміз ерінбей анаяққа мынаяққа фотоға түсеміз, мен пост жазам шұбыртып, тикток түсіремін, переходты, ол кезде переходтарды көрсеңдер күлесіңдер. Сондайдың бәрін түсіріп, сөйтіп аудиторияны жинап алдық. Сосын карантиннің кезінде батыл ойнайтын болдық. Батылдың кезінде прям гүрледім ғой мен. Мен жынды болдым ғой таза деген. Памперс киіп алып магазинге бардым. Істемегенім жоқ қой, мен басыма пакетті киіп алып, айғайлап, өлең айтып, дворда айналғам, түрін істедім мен өшім. Сөйтіп блогер деген ұғымға келіп қалдық. На самом деле мен бастаған кезде блогер боламын деп бастаған жоқ. Менде ол просто хобби болды. Мен кішкентай кезімнен жаңағыдай 9-10 жасымдан, 12 жасымдан мындай баяғымда кирпичный соткалар болады ғой, қандай. Нәндай көттей камерасы бар, тесік сияқты. Сол камерамен бәрін түсіру. Осы Инстаграмда интервью бермеген жалғыз мен екен. Өз-өзіме интервью берейін деп жатырмын. Кеттік, жұрттан қаламыз ба? Я достар, сұрақты мен мобилограф Ерасыл қоятын боламын. Вне кадр отырмын. Енді история аз, үйде әлі бітірген жоқпыз, сол себепті енді кішкене сұхбат алайын деп жатырмын өзім бастығымнан. Бірінші сұрақ, өміріңіздегі ең қымбат деп санайтын адам кім? Өміріңіздегі ең қымбат адам да? Әрине ол біріншіден қызым, Айлара ең бірінші орында. Ажырасып кеткеннен кейін жалпы енді өмір сүруге құлшынысымды арттырған, әрі қарай еңбектенуге, талпынуға, жетістікке жетуге жетелеген ол менің ең бірінші мотивациям. Айлара ең қымбат жан деп санаймын. Айларадан кейін уже әке шеше, өзімнің отбасым деген сияқты солай тұрады. Бірақ бірінші орында Айлара болады. Блогерлікке келуіңіздің себебі неде және қалай бастадыңыз? Шәлей, енді мен блогер болам деген ештеңем жоқ, потому что мен осы сұрақ жалпы біраз адамның көкейін тесіп жүр екен. Жалпы Джигамен жүріп жатқаныма 1 жыл 3 ай болды ма? Ол жалпы 1 жыл бойына квартира жалдап тұрды. Енді ол Атыраудікі ғой, мынаяқтікі емес. Квартира жалдап тұрды, жалғыз өзі тұрды. Кейде достары келеді, достарымен, балалармен тұратын. Соңғы 2 айда бірге тұрып жатырмыз, потому что екеуміздің тапқанымызды екі жақтан ремонтқа жіберіп жатырмыз. Ол квартираға бергенше лучше ана үйінде өзімнің 1 жыл бұрын алып қойған үйім ғой, мына премиумдағы. Сол үйде бірге тұра берейік, потом сосын жаңа квартираға беріп жатқан ақшаңды мына жақтағы ремонтқа қосайық, сөйтіп босқа квартираға кетпей ақ қойсын деп 3 айдай ма, 2 ай жарым 3 айдай болып қалды бірге тұрып жатқанымызға. Атак оның алдында 1 жыл ол өзі квартира жалдап тұрды. Осы жаққа енді Атыраудікі болғасын оның үйі Атырауда. Мына жақтан енді үй алып өйтіп қамданған жоқ, вообще қалам деп ойламаған, жұмысымен келді и сонымен қалып қойды ғой. Сосын енді тиктокқа кіріп қалсам, ойбай ана сөз салған Меремидің видеолары шығырып жүр, ақтабан шығырып тиктоктың бетінде жүр енді. Астына біреулер жазып кетті, қара, мені байыбына бармай жатып бай балам салады деп бар ғой, біздің қазақтарды айтуға болады бар ғой, негізі. Білмей жатып балаша береді ғой, кәдімгідей білгендей айтады ғой, бар ғой. Өтірікті шындай шын судай етіп айтады ғой, біздікілер бар ғой. Бет жазып қойыптым. Мә, дайындалып кетті ғой. Білген ғой мынау. Дайындалып келген прическаны қара, макияж, көйлек деп. Кім айналайын, біріншіден ол жерде мен туған күнім болып отыр ғой еді. Мен туған күніме енді спортивкамен, кроссовкамен келмейтін шығармын, мен туған күн істеп жатырмын, қаншама қонақ күтіп жатырмын деген сияқты. Білмей жатып жазады ғой, білгеніндей етіп жазады кәдімгідей. Менің қасымда 24-ті жеті ана қарынға жабысқан талақ құсап жүргендей қылып жазады ғой, ана жерде комментарийға деген. Ананы көріп деген бар ғой, қасқа бір қазақ десең өзіңе тиеді, қарғайын десем жалғызымсың, қарғамайын десем жалмауызмысың деген осыдан шыққан ғой. Білмей жатып ауыздарына келгені оттап тоңып шығып жатыр ғой, кәдімгі деп көттерінен балашып.
айтпақшы туған күннің жырын айтамын деп едім ғой. Алла, менің киген көйлегімді деген бір бездес бір ып-қуысы мықты адамдар кәдімгі сынға алып, атақ ол тігілген 126 мыңға ручная работаның көйлегі. Жалпы қазір солай трендке еніп жатыр, баяғы сондай стильдегі, баяғы кездегі мына киноларды қарайтын болсаңдар, мына испанский не киноларды қарайтын болсаңдар, сондай киімдермен жүреді ғой ежелгеннің қыздары. Сол көйлекті киген жерде соған сай баяғы заманский жаңағыдай прическаны примерно стильді подобрать еттік. Ол ұнай ма, ұнамай ма, оған бір мен көтім сұқпай отқан ештеңем жоқ бар ғой. Маған десең бар ғой, дамбалдарыңды бастарыңа қартап алғанға дейін аста жазыңдар ана көйлекке. Өзіңнің туған күніңде, өзіңнің тойын келген кезде өзің қалаған көйлекті киерсің. Так мен өзім қалап тұрған көйлекті сендерден сұрамай-ақ та өзім кием. Так что тырнақтың астынан кір іздеп көттермен талашпай жоғалыңдар. Пошел деп айтамын сондайларға. Нервыға тиіпті бір. Неге қалталарында көк тиындар жоқ, еще келіп алып ып-қуыстарын бүйтіп епес салып кетіп жібер. Неге үнемі енелерді төмен түсіресің дейді. Сөзге түсінбейтін келіндер